Ал енді қайырлы күн оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Біз тағы да кезек сатылымдағы жерге келіп тұрмыз. Сіздерге жақсы вариантпен жалпы қаламыздағы бұл саяхат районы. Саяхаттағы басты көшелердің бірі Абылай Айдосов көшесі. Өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сол Абылай Айдосов көшесінің бойынан осындай жер үйіміз сатылымға шыққалы отыр. Көшеміз міне асфальттанған, жалпы адам көлік қозғалысы көп жүретін орындардан алдағы уақытта магазин ашсаңыздар да қолайлы. Міне үйдің салынған жылы 2005 жылға материалы каркас материалынан соғылған. Сыртқы есігіміз міне. Осы жермен кіреміз. Жері 10 соттық. Не бұл ауламыздың көрінісі. Алдағы уақытта бұл осы үйге арнайы орындары бар. Артық ештеңе жоқ. Енді үйдің ішіне қарай кірейік. Енді ол міне үйіміздің ішкі көрінісі. Енді сіздерді бөлменің барлығымен таныстырып шығатын боламын. Кіреберіс аймағымыз, прихожан шкафымыз қойылған. Мына тұста үйдің котельныйы. Жалпы үйіміз осындай автономдық газбен жылайды. Аристонымыз бар. Кіреберісіміз кафель, қол жуатын орнымыз бар. Енді былай қарай өтейік. Мұнда үйдің санитарлық торабы, жуыну бөлмесінің әжетханасы біріктірілген. Енді мына тұста үйдің холлы бар. Осы холлдан барлық бөлмелер тараған. Қазір таңда үйде квартиранта тұрып жатыр. Көшіп жатыр, уже заттарға мән бермейміз. Тек бастысы осы проектісімен жалпы танысып шығыңыздар. Алдағы уақытта жалпы бос болады бұл үй. Үйде қалатын жиһаздар да бар. Оны өзіңіз қазір астында телефон арқылы келісе жатасыздар. Кондиционеріміз бар. Холл. Және де мына тұста үйдің ас бөлмесі. Және де мына тұста үйдің жатын бөлмесі бар. Үйдің мұнда қонақ бөлмесі. Қонақ бөлмесінде екі терезе қойылған. Терезе жаңағы Абылай Айдосов көшесіне қарайды. Небір жаттарын буып, неғып жатыр, көшеге дайындалып. Айта кеткендей, үйдегі заттарға мән бермей шашылып жатқанына. Мына тұста үйдің тағы да бір жатын бөлмесі бар. Бұны өздеріңіз келіп көресіздер. Үйде екі жатын бөлмесі, бір холл, бір зал, сонда общий 4 бөлмелі үй. Осы үй сатылымда толық ақпарат білу үшін астында көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Рахмет.